Армысыздар қымбетті көрермен, Жайдарман топ ойындары жалғасын табуда және бүгін соңғы 5-ші тур топтық кезеңдегі соңғы нәтижелер тіркеліп жатыр және сәйкесінше Жайдарман талқысы да өзінің топтық турнирге қатысты кезекті шығарылымында сіздерді күтеді. Бүгінгі ойынның сарапшылары Қазылар алқасында бүгін қызмет атқарған Марат мырза және жалпы көрермендердің атынан ардагер жайдарманшылар және кезінде чемпион болған Мәди мырза және Мәтжан мырза, Жайдарман жанашыры, жалпы жиі қарайтын біздің тұрақты көрермен демеушіміз Олжас мырза бүгін сарапшылар қатарында. Қош келдіңіздер. Ендеше көпке созбайық, бүгінгі ойынның 3 жұбының алғашқысы Абырой және Жуалы командалары болған болатын. 3-1 есебімен Абырой жеңіске жетті. Еске түсірейік, Абырой командасы тым жақсы бастап шыққан еді. Марат мырзаның палашу қабілетіне байланысты 4-0 демесе де, алдыңғы ойын 4-0 ұтты, бүгінгі ойында 4-0 болмаса да ұтты олар. Сондықтан жалпы нәтижесі және плей-оффтық жағдай Абыройдың жаман болмауы тиіс деп ойлаймын. Пародия есебінде Хатиконың баласын еске түсірді. Сонымен қатар ауыл әкімінің сылтау айтатын ауыл әкіміне қатысты және ең бір өзекті блогы даладағы интернет болған оқиға болған болатын. Жуалда өзінде тән көптеген естеріңізге түсіре кетсек, шағын миниатюра болған болатын, бас айналатын вентилятор, тағы басқа рексті алып шыққан болатын, яғни Хатиконың орнына. Жалпы елеспей шығар ЛРТ фотосессия ұсақ енді бұрынғыдай тез қабылданатын әзілдер болды. Бұл ойын 3-1 есебімен аяқталған еді. Бастап жіберсек, осы жұпқа қатысты пікірді. Мәке, бастаңыз өзіңіз. Үлкенсіз ғой, бастай беріңіз. Бастай беріңдер. Біз енді ойымызды ойында айттық қой, енді сендер может айта алмай қалған шығарсыздар. Ойдан ой туады, онда сарапшыларын бастай берейік. Сіздер айта берсеңіздер. Енді өткен жылдың дәстүрі бойынша Абырой соңына қарай өте қатты жақсы қарқын алады. Дайындықтар өте керемет. Барлық әзілі нақты деген жеріне дейін жетіп тұрды. Жуалының бір нәрсесін байқадым, егер басында өтпей қалса, онда уже соңындағы әзілдері де соған сай өтпей қалады екен. Бүгін басын кішкене сенімсіз бастады, әлсіз бастады, сол себепті сондай бір көрсеткіш көріп қалды деп ойлаймын. Жалпы бұрынғы әзілдермен сәйкес келеді. Маған ұнаған жаңағы Рекс дегенді ойнатқаны, Хатиконың иесі кетіп баратыр деген сияқты жақсы өзгертулер алып келген. Және ең соңындағы кетуі бар, уход жаңағы. Менің ойымша сол үшін бір балл алып кеткен сияқты, әйтпесе негізінде 4-0 болса да Абырой жеңген сияқты бүгінгі ойында. Испан биімен бастаған еді, бұл команда ол да бұл сәтті шыққан бастама сияқты негізі. Естеріңізде ме? Әрі қарай әзілмен жалғап кетті Жуалы командасы. Осы жұп қатысты? Негізі менің ойымша енді Мәтжанның өзінің көзқарасы ғой. Менің де ойымша соңғы ойындарға келген жоқпын, тек бүгін келдім. Сосын, если біздің айтқанымыз как дружба, служба ретінде қабылдасақ, ойыншылар, онда өте жақсы болады. 4-0 болатындай ой, неше болды негізі? 3-1 болды. Лайфты болды 4-0 емес сияқты менің ойымша. Себебі Жуалы сияқты команда дәл қазіргі уақытқа Жайдарманға керек. Кішкене абсурдный, бәрі бір тонда болатын болса, онда ерекше ештеңе болмайтын сияқты. Ал Абырой баяғыдан жақсы команда негізі, бірақ бүгінгі ойында асығып кетті ма, тез сөйледі ма, шынымен де түсініксіз болып қалды кейбір жерлері. Идеялар жақсы, недобитый, до конца жетпеген. Автор керек та? Жоқ, автор керек емес оларға. Шымкенттің командаларына автор керек емес қой никогда. Сол Жуалы басындағы бейде, басында өтпей қалған 2-3 караткішкіде, олардың бәрі нормально қабылдайтын болсақ, онда ондай команда, как будто комедия қалыптың балда сияқты. Если қарасында комедия қалып болатын болса, бірінші Жуалы болатын сияқты резиденттер, менің ойымша. Ал былай общий қарайтын болсақ, если Жайдарманды дәл қазіргі уақытта әлеуметтік желіден, ютубтан көретін болсақ, ол жерде командар деген тек қана КВН-ге тартысып дайындалмай, и соответственно бағандай читка жасап, каждый сөзді анық товарды солай сатса күшті болады, 2 есе болады маркетинг жаға деймін ғой баяғы. Менің өзім көзқарасым. Могу ошибаться, очки ем, потому что сол жігіттер. Жақсы. Енді мен шынды айтсам, бағана бір ойыншылардың біреу айтты ғой, мұна Есаға КВН-ді 7-ге таман қойсаңыз дұрыс болар еді. Ойынның басына кішкене кешіп қалдым, толық немді ойын көре алмадым Жуалы мен Абыройдың. Бірақ Жуалы мен үшін әрқашанда бір ерекше команда.
және де ерекшелік бізге керек деп ойлаймын. Ерекше болуға қорықпау керек. Сол үшін бір ерекшелік үшін мен өзім қатты құрметтейтін бір команданың бірі деп ойлаймын. Кезінде Марат Оралғазин айтып еді, қазіргі таңда өлі болмаса придуманный әзілдер көп деп. Жасанды ма? Жасанды. Мысалға кезінде күлтегінде болды, навика кететін әзілдер. Жүгіріп шығып, отырып, оймен дейтін мысалға. Назар аударда болды, семейный, бытовой әзілдер мысалға ше. Сондай әзілдер бізде соңғы кездері азайып кетті. Бізде қазір екі құмырсқан турист дей салады. Тауықтар дискотекада. Ит жолдас баласымен миға симайтын біріншіден. Базар жоқ, ол гон, ол стиль дейміз да. Бірақ ол өтірік қой. Даже сол жерде мен бір абырой жақтап отқан емес, абыройда мысалға жаңа айтып отырсыздар ғой, экранға шығарды ғой, ол шындық та ол. Кәдімгі мұғалімдер қырын төбесіне шығып, интернетті іздеп, жіберетін документтерін жіберіп, жұмыстарын тындырған. Сол нәрсені біз әзіл түрінде жоғары қарай жеткізсек, ол проблемалар шешілуі мүмкін да. Біз Хачиконың проблемасы болмаса басқа, ол Хачикоға прямой қатысы бар әңгіме емес бұл жерде. Жалпы басқа да бір проблемаларды басқаша әзілдейтін болсақ, онда ол сол күйі әзілдеп жүре береміз. Мен ойымша негізі халық түсінетін общий әзілдер болған дұрыс деп ойлаймын. Ал жаңағыдай былайша айтқанда адамнан бөлек тылсым дүниелерге әзілдеу базар жоқ, ол күлкілі. Жаңадан әруақтардың несі деді ғой, беташары, мен күлдім, ол күлетіндей дүние енді бүйтіп миға симайды да. Бірақ біз неден алыстап кетпесек екен деймін да жайдарманда. Біздегі бытовой әзілдер, халыққа керек әзілдер, халық сұрап тұратын. Ей, мынау туралы неге әзілдемейсіңдер? Мынаны сендер әзілдесеңдер, мүмкін ертең ол проблема шешілер дейтін нәрсені біз халық үшін ойнап отырмыз, біздің балалар, дұрыс па? Так что сондай әзілдер көбірек болса екен деп ойлаймын өзім. Осы жерде қосып кетейінші, Мәке, мен толық келісем. Себебі мен бағана интернет жайлы әзілдеген кезде, әкімдер туралы әзілдеген кезде мен өзімне ойыма келді, мына жерде шенеуніктер отырса, оларда да күліп бір және де күліп қана емес, халықтың жайдарманның ерекшелігі сода ғой. Бір жақсы халықтың ортасында жүрген дүниені айқайлатып, шулатып емес, әзілмен жақсы месседж қылып жеткізеді да. Сол үшін ондай месседжер көп болу керек деп ойлаймын. Залдан келіп қарамаса да негізі жалпы түсірілімнің видеосы ертең шыққаннан кейін ол негізі жетеді. Олар да TikTok қарайды ғой жалпы. Белгілі бір жоғарыдағы екі әріптік құрылымға дейін негізі жайдарманда ерекше мәселелер туралы айтылған әзілдерді қарайды. Марат мырза жаңағы неге байланысты, әзілдердің жанрына байланысты. Дегенмен де құма командалар, құма әзілдік командалар бірнешеуі бәрібір керек емес пе? Құма әзілмен де кейбір өзекті мәселелерді жеткізуге болады. Енді мысалға алдында оларда ЛРТ туралы мықты шуткілер болды. Бүгінгі ЛРТ не қай жері қызық айтыңызшы? ЛРТ суретке түсіп жатыр дейді. Оның несі проблема или қай жері күлкілі? Оның алдында болды, өте зал жүріп саған әзілдер болды да ЛРТ туралы. Мен күлдім. Ал наусы неудачный шығып қалды. Или бізде андай нәрсе бар да, көп командалардың ошибкасы, өткен ойында мына тема өтті, осы тема туралы қайтып әзілдеу керек деген. Сол жайлерінен өздері сәл басқа направление кетсе, уже көрдіңіздер ма? Бүгін шықты да, Хачико бітті, болды. Рекс деп еді. Мысалы, гоу, типа, новый сериал пайда болды ма не деген сияқты. Бірақ добьюкс бәрі Хачико да. Сен, мынау, егең табылды деп. Может, басқа бір темам сол кезде бастап жүргенде, может быть, ол Рекс уже арғарап мықты болып көтермеді. Енді өздерінің стилі ғой енді, бірақ мен жалпы ойым, мен бұл жуалынандай, болмаса анауынандай, мынауынандай деп отқан жоқпын. Жалпы осы таңдағы әзілдер туралы. Жалпы командалардың тенденциясы дейсіз ғой, баріне қатысты. Жақсы, 3-1 есебі негізі барлықтарыңыздың негізі көңілдеріңізге шығады. Манағы мен ойымды аяқтап тастаймын, қосуды ұмытып кеттім да. Негізі абырой сәл сенімсіздеу ойнаған сияқты. Егер сенімдірек, кәдімгі мана Мәди айтып отқан есіме түсіп кетті да.
кейбір сөздерді анық айтқан жоқ. Бұрын жақсы анық айтып жүрді, бірақ осы жолы өзі әзілдеріне сенбей тұрған сияқты болды. Егер сол сенімді түрде нық қылып айтқанда 4-0 точно деп ойлаймын менің ойымша. Потому что баяғыда осыдан бір 10 жыл бір КВН кезінде Мәкен редактор кезінде мысалы біздің командада бір бала сақау немесе сөйлеген түсініксіз болса, однозначно ол сөйлемейді, сөзді досына береді. Сол кезде сондай болды, качество болды. Редактордың качествосы сондай болды, то что сенікі непонятно, давай сен сөйлей лучше. Вот сол кезде товар сатылады кәдімгідей. Сол. Түсіндім, иә. Яғни әзілде товар сияқты ғой, жеткізу керек. Иә, чтобы бағандай Мәкен айтқандай бір жыл, 2 жыл өмір сүрсе жақсы ғой енді. Ал бүгінгі гондар ертең ести қалмайтыны рас, бірақ енді ол үшін де жуалы аяқ астынан өздерінің стильдерін өзгертуге не жоқ қой енді, шанс жоқ қой енді. Солай қабылдады, все уже болды. Солай кету керек. Жоқ, ондай әзілдерінде күлкілерін шығаруға болады деп отырмын да. Мен жалпы олардың бір әзілдер дұрыс емес деп отқан жоқпын. Жалпы бүгін бытовой әзілдер гон әзілдерді ұтып қойды. Сөзін ашық, ал біз сондай әзілдерді көбірек шығаруымыз керек. Қазіргі болып отқан проблемаларды көбірек әзіл түрінде көрсетуіміз керек. Біз оны біреуді кем істейін деп, болмаса бір бәле істейіңдер демес, олар өздері шешіп алады ары қарап. Өздері жөндейтін жерін жөндеп, істейтін жерін істеп алады. Біз, главное, ол проблеманың бар екенін әзіл түрінде көрсетуіміз керек, и все. Иә. Анау КВНщиктардың несі ғой да, сөзіңіз бұл жиын сөйлеп отырсыз ба? Иә, жоқ айта беріңіз. КВНщиктардың несі ғой, стереотипі ғой, бағандай полуфиналға келем дегенше аузынан келген от айтты да, полуфиналда бағандай флаг алып шығады, массовка алып шығады деген сияқты ғой енді. Өзгеріп кете ме? Иә, сосын бір түсінбегенім, неге тек визитке дайындалады да, мысалы мен түсінген бойынша примерно 10 минут уақыт берді ма, ол негізінен фристайл ғой. Сен ол жерде даже көрініс көрсете аласың да, мысалы, если келесі турға өту үшін. Иә, миниатюр вот бағандай ақпен бірген басында выход болды, енді ұзақ болды негізі. Бірақ сондай бір разнообразие болса, тек қана визитка деп қатып қалғанда, а если биатлон, коп деген тур қосылатын болса, вообще қиын болатын шығар. Иә, бүгін коптың элементтерін алып келді, мысалы ақпен бірге. Жақсы, келесі жұпқа көшейік. Келесі команда дәл осындай есеппен аяқталды. 3-1 есебімен Алатау ЕСЮ алматылық жас команда Рудныйлық тәжірибелі жігіттерді жеңіп қойды. 3-1 есебімен естеріңізге түсіре кетсек, Алатау ЕСЮ командасы шыққаннан кейін бірден драйв, энергиямен бастаған естеріңізде. Диана жас 16-та бұл залда нағып жүр деген секілді. Тәжікстан мен Қазақстан арасындағы тауарлық интернет байланыстары және мысалы осындай бір арасында саяси болсын құсайтын, саясиға ұқсайтын әзілдер қосып қалады. Рожа мен Шиповских не үшін қазақша сөйлеседі өте әдемі әзіл деген секілді. Енді Игла фильміне қатысты Цойдың мәселелері және енді соңғы жағында Дәнекер ағамыздың алып шыққан үлкен блогы бие халыққа жақсы өтті. Енді бұл бір мақсат құралдарды ақтайды демекші. Бір жағынан дұрыс қой, қандай жол болсын қолдану керек еді. Бірақ енді бір қазы Мәкен сіз айтқан Дәнекерге ұтылып қалды негізі Рудный деген. Осыған қатысты ашып айтып жіберсеңіз. Және Рудныйда да күшті әзілдер бастаған еді, жаңа естеріңізде болса. Дышы және алгебра бұл темекі емес деген, яғни диалогтық бір басында мәтіндік әзілдер өрілген еді. Дегенмен өтімділігі соңына қарай жоғары болған жоқ, еске түсіре отырармыз. Жоқ, просто ол жерде мынандай болды ғой, Алатау под риском болды да. Егер олар до конца өздері әзілдеп кеткенде, мүмкін соңына қарай спат болып көтермеді дегенде ой бар да. Ал жаңа Нұрсұлтанның өзі айтты ғой, соғыста барлық құрал ол бола берді. Бұрын мысалы бізге де 4 жыл ойнаған Азамат деген жігіт болды, кішкентай. Біздің қасымызда 4 жыл жүреді да, ешкім еш нәрсе демейді. Бірақ финал кезінде сендердің араларында кішкентай бала ойнайды. Ол ойнамасын деп шығады да бәрі. Неге? Уже қорқады да одан. Сол сияқты нәрсе ғой, бүгінде біреу шығып, қазір айтуы мүмкін, олар Дәнекер маған айтып тастайды деп те. Сені кім байлап барады? Маған шық. Дұрыс қой дейсіз да? Ерке болғанға шық. Ешқайсысы звондаған жоқ қой. Мына Дәнекер шайындап отқан. Кеше білген шығар олар Дәнекер шайындап отқан. Бір күнде шығарып болады ғой сценарийді. Маған мына Дәнекер шайындап жатыр. Сіз бізге шығып бере аласыз ба? Бұрынғы КВНщиктерді тартып бір бәле қыл, шоу көрсет. Ақшаң жетті біреуден ақша сұра, мысалға да. Дамып кеткен ғой жайдарман қазір.
любой жұлдыздың жолын төлеп беріп жатыр ғой, былайша айтқанда. Жолын, полын бәрін көтеріп беріп жатыр ғой. Так что проблема емес деп ойлаймын. Өз күшімізге сендік дегенде ол ақталу емес. Шоу көрсетесің ба, любой жерде шоу көрсету керек. Иә, если дайындықта сондай ой келсе, Даникер ағаны қолданайық деген ой келсе, уже ұтымды ғой негізі. Уже ұтымды. Иә, уже ұтып тұр уже по идее. Ал дайындалып. Оны келісіп, чемпионаттан алып келіп, онымен дайындалып, ол кісімен билетіп, ол билемеймін десе шал. Ол команданың, жалпы команданың стратегиясы бар екен белгілі. Белгілі болады. Стратегиясы онда оған жұмыс істейтін азаматтардың бар екені да, что жан ашитын адамдардың бар екен. Команданы мысалға қанша бір аз ұпай болды ғой оларды білмеймін мен точно. Енді ол жерде 7 ұпай болған сияқты, олар ең соңғы орында тұрды ғой деймін. Енді ладно, қанша ұпай болса да, олар біткен жоқ та, бізде аз ұпай, біз ұтылдық деген жоқ та. Или аналар онша емес дайындалып кетсе, ұтып кетсек болады деген жоқ. Целенаправленно бүгін кемі 4-0 деп шықты. Иә, олар 4-0-ге ұтқанда ғана өтетін еді. Олай өте алмайтын еді маған, менің ойымша. Жоқ, өтті, по-моему. Бұл жерде осы қазір бұлардың турнир кестесінде шансы бар. Толық айта алмаймыз, бірақ өтуге шансы бар әлі. Бұл жерде негізі осы маңызды сияқты да, өйткені қателеспесем алдында Алматы СЮ 4-0 болды. 4-0, бұған дейін жақсы ұпайлары болды, бірақ осы 4-ші турда олда да негізі спорт сияқты ғой, мына адам жинақталады, кішкене жақсы мақсат қояды деген сияқты. Олда да бір шымырлатқан шығар деп ойлаймын да. Неге? Өйткені бұл Дәкеңнің орны бөлек қой. Залға шыққан кезде залдың өзі гу ете қалды, ана DVD көргендей болдыңдар ма деген сияқты. Бірақ өздерінің дайындықтары да көрініп тұрды да. Жоқ, просто мынандай болды, негізі егер КВН-ге қарайтын болсақ, Рудныйда да ход болды. Олар бұйырды, ана Бонио қоямыз деп ойлады да, басында неожиданно типа бізде береке жоқ, өз ұрады, сосын береке мына жақтан Уәлибек Абдраимов құсап шығып қалады. Ай, не істеп отырсыңдар деп жанынан сонымен ойбай келе жатыр қылайын деп ойлады да. Сондай бір ходтармен дайындалып кетті, бірақ ход не сработал ғой. Неге? Ход ойнайтын еді, егер де керемет әзілдері болғанда ішінде. Басы жақсы наплывпен, халықтың қошеметімен басталды. Арғарап уже бәрі түсініп отырды, что бұлар ұтылған. И өздері де түсінді ау деймін. Жаман тез бітіріп тастады ғой. Қойып бітіре салайық, болмады ғой деді ау деймін. Как будто басы жақсы болды ғой негізі Рудныйдың. Шығуы, бастауы жаңағындай. Өтпей атқан тамада соңғы тосқа әпке, жезде, бөле, жиен, көрші, дос, класстас бәрін қосып жібереді ғой. Соғыса, по-моему, қосып бітіре салды ау деп ойладым мен де ше. Рудныйдың бір ерекшелігі ол бір халықтың командасы сияқты ғой, бір өзінің сондай қазір кезде имиджі бар сияқты. Енді мен КВН-шік емеспін, бірақ өзім мен үшін Рудныйдың орны бөлек та. Олар жаңағы басында жақсы бастап еді, біз бір комнаталы квартирада тұрамыз, билейтін орын болған жоқ деген сияқты. Жақсы өздеріне жарасымды әзілдермен бастап, аяғын дәл солай бітіру керек еді. Бірақ жаңа Қазақстанмен де салыстырып күшті бастап келе жатты. Мүмкін соны ашып жіберу керек пе еді әрі қарай. Мынау Алматы СЮ-ді айтатын болсақ, біз бағана Дәкеңді айтып жатырық қой. Бірақ сол драйвта бастап, аяғына дейін сол драйвпен алып кету, ол өте қиын деп ойлаймын. Олардың жаңағы әзілдері де ерекше болды. Және де өздерін кейбір кезде бір жұлдыз шықса, мысымен басып кетеді ғой. Қалғандар көрінбей қалады. Бірақ ол жерде олар өздерін өз деңгейінде сақтап, Дәкеңмен дұрыс ойнаудың өзі өнер деп ойлаймын. Сол деңгейде. Олар біріншіден сол деңгейде ойнай алды. Екіншіден маған ұнағаны СЮ-дің мен үшін негізі 4-0 деп ойлаймын. Мына СЮ-дің ұнаған жері Дәкең жағынан импровизацияда болған сияқты сезілді. Кейбір әзілдері. Артық қосып жіберетіндері бар, оған дайын кісі. Енді Даникер Оразбай мырзаны шақыруға таңдау жасау оларға қиын болмаған шығар. Дегенмен оның өзі де еңбек қой. Өйткені негізі фронтменіне жиі айтады ғой, Даникерге ұқсайсыз. Енді бұл өзіне күтіліп тұрды да, ол бір күні алып шығу қажет. Мен оны финалда алып шығатын шығар деп ойладым да. Финалда бір Дамашкеге примерно сондай болады деп үміттеніп күтіп жүрдім. Олардың финалы қазір енді. Бүгін олар егер алып шықпаса, оны ешқашан қолдана алмайтынын түсініп, бүгін алып шыққан сияқты да. Менің ойымша өте сәтті алып шықты. Билегені, ән айтқаны, енді сәл бір екі жерінде сөзді ұмытқанын біз енді барынша білдіртпеуге тырыстық. Бірақ сөзді ұмытудың ең қатты шыңына жетіп қалған Рудный болды да. Сөзін ұмытты, сосын манағы
мен мына сөзді айтсам Қазақстан жөнделіп кетеді деген бір блогы болды ғой. Сол блогындағы көп әзілдері артық болды деп ойлаймын. Оны қайта қысқартып, ең мықтыларын алып қалып ойнау керек еді. Бірақ енді олар үшін мүмкін бәрі күлкілі болған шығар. Әрине өзің шығарып жатқан кезде бәрі әзіл күлкілі болады. Но өкінішке орай сол нәрсесі қатты төменге түсіріп жіберген сияқты. Оның алдындағы ойнағаны, әрбір жаңа басқа фронтменнің ойнағаны, басқа әзілдегені, массовканың сөйлегені түгелі өте керемет болды. Ең соңғы блок қана нашарлау болды деп ойлаймын. 3-ке 1-ге толығымен келсем, Мәкеңмен де былай жүрген кезде де кеше кішкене дұрыс емес баға бердіңіз деп кішкене назыңдымызды айтатын едік қой өзіміз, ренішімізді, көңілімізді деген сияқты. Осы жолы өкінішке орай ешқандай не болған жоқ. Мін тағатын, сын айтатын, дұрыс емес болды деген моменттер болған жоқ. Барлығы әділ өтті, өте керемет болды менің ойымша. Сен-ақ қой маған айтатын. Рудный деген команда Мәке осыдан 2018-19 жылы ең басында шығып жатқан кезде олардың стильдері андай не болды, кішкене ностальгия, линейка қисық, андай мындай. Сосын ол кезде соперниктерде андай фрик, андай бір командалар аса аз болды да, ал қазір деген өте көп қой командалар, бәрі соперник. Бұлар деген менің ойымша не өздерін, не халықтың, не капитанның, не редактордың сөзін қайсысын өздерін жоғалтып алған сияқты как будто. Кезінде андай жүйе ретінде күшті бәрі өте дұрыс шахмат бойынша. Ал қазір деген ана айтқан тыңдаған, мына айтқан тыңдаған, менің көзқарасым солай. Шашылып қалған сияқты. Жоқ, енді одан емес деп ойлаймын, просто не ғой. Дайындалмайды десейші. Негізі ол емес, дайындалмайды. Может, кейбір факторлар әсер еткен шығар. Жақында араларында бір жігіт үйленді. Олардың Рудныйдың ішінде. Тойға шақырды, мен бара алмадым, ол кезде киносъемкада жүрдім. Мысалыға былай алып қарайтын болсаң, Алатау есуімен ойнайтындарын бір ай бұрын білген шығар. Даже одан ерте болуы мүмкін, дұрыс па? Өткен ойындарда біліп кеткен шығар, оларға қарсы ойнайтын. Бұның алдындағы бір туры болды ғой, 4-0 өтті, ол сәтті шыққан ойын. Жоқ, оның алдында білді ғой олар. 2 ойын қатар ойнайды. Әйтеуір Алатау есуімен ойнайтын білді. Сол үшін Алатау есуге қарсы не қоя аламыз? Оларда Дәнекерге ұқсайтын жігіт бар. Давайте Дәнекер тартайық. Шымкентте ғой оларда. Рудныйдың адынан шығып жүрген болмаса, Шымкенттің балалары ғой. Бар, жолық аға, біз Алатау есу деген команда қарсы ойнадық. Бізге шығып беріңіз қызыл газбен шалбармен. Егер өйтіп алып шықса, мысалыға да противоход да, конкретно противоход. Аналар шықты, билет кетті, артынан Рудныйде Дәнекер шықты, болды. Өрді, тема жабылады бірден. Бірақ шықпаған шығар. Или аналар ерте шығып қойды. Мысалыға да, бұл Алатау есу екінші рет кездесіп отыр Дәнекермен, білесіз ба? Бүгін өздері сахнаға шықты. Шымкентте Премьер-лига он кезде Дәнекер басқа бір команда, атын есімде жоқ, Алатау есуге қарсы ойнап ұтылып қалған. Так что олар уже бір-бірін білет былай примерно. Ода тұрған не бар? Келіс, анамен келіс, намен келіс. Ағайын туыс, көвеншіктер көп. Мысалға да, бәрін папырай істеді, шығар ортаға, ойнады, ход қой. Так что мен даже не только 3-1, даже 4-0 болатындай ойын болды негізі. Тек қана финалға емес, бүгін Дәнекер ағамыз қолданған дұрыс болды, себебі финалда надежда көп болады да, жұлдызды қонаққа еще технически дайындығымен не толып қалады да, и всегда атпай қалады. Финалға шықпайды деді олар десең. Жоқ, финал бола ма, болмай ма? Олардың финалы бүгін ғой, топтық ойындардың финалы. Мына рұқсат етсеңіздер, бәрібір де Рудныйды ақтап алғым келіп тұр да, неге? Жоқ, біз жамандап отқан жоқпыз. Жоқ, түсініп отырмын, ана талқылау ғой. Мен бұрынғы ойыны, өткен ойыны, ол туралы сөзім жоқ. Бүгінгі ойын туралы ғана айтып отырмын. Бүгін Алатау Рудныйдан мықты. Сіздің эксперттігіңізге ешбір күмәнім жоқ. Мен жай көрермен ретінде айтып жатқаным ғой. Мына бұл талқылау ғой. Рудныйды өзім бір ерекше жақсы көргендіктен ба, музыкасын күтіп отырасың. Мысалы, осы ойынға мен Рудныйды көруге келдім. Бірақ бүгін мен бұл ойында, бүгінгі кеште ең үздік болған менің түсінігім бойынша қазір Алатау есу. Бірақ Рудныйдың мына спортта да солай болады да, кейбір кезде бір спорт болсын, бизнес болсын, әр салада таланты бар адам өзінің талантына сеніп қалады кейбір кезде. Оларда шынымен де мен байқауымша бір Рудныйда өзінің бір ерекшелік, бір таланты бар. Шығамызда бір қуа саламызға от души деген сияқты. Мүмкін соған сеніп қалды ма,
бірақ әлде де талантқа сенбей талаптанып еңбектену керек деп ойлаймын. Өйткені спорт болсын, қай салада болсын, талантқа сеніп қалсаң, дайындығың дұрыс болмаса, сен бәрібір де жеңіске жете алмайсың. Келесі жұп туралы сөйлессек, вообще керемет. Иә, үшінші жұбымыз Энерго және Ақпен бірге командаларының ойыны бүгінгі алтылықты түйіндеп 0-4 есебімен аяқталды. Және бұл екі команданың да негізі ойын алдында мүмкіндігі бар еді, ұпайлары деңгейлес, алайда ойын қойып берді. Негізі қай команда плей-оффқа өту қажет екендігі. Энерго былай жақсы бастаған секілді еді, естеріңізде ме? Адамнан жасалған пирамида үстіне шығып, интернет аулау. Ол да енді соңғы кезде өзекті болған нәрсе ғой. Сосын Ақпен бірге қатысты сынау деп айтайық. Орысша сөздерді қосқан, опыт, салют дегендерді, ол да тым жақсы. Енді ұятсыз деме пошлый әкімдіктен қатысты, әкімдіктің адамдары бұлардың видеосын жасырынып қарайтындығы жөндері. Осындай әзілдер болды, жаңа репетитор, шенеуніктер ма, министрліктер жаңа орысша айтқан кезде түсінетін бұл да бір не ғой, жемқорлықты сатып алуға тырысу деген секілді. Былай қарап тұрсақ, қазір материал қарап тұрсақ, Энергода тым жақсы болған екен негізі. Алайда енді Ақпен бірге шыққан кезде бастапқы музыка, караоке, видеоны пайдалану, енді бұларға ысырап емес па деген секілді. Созып айта берсек көп, және соңғы жағындағы Арыстан тырнақшаның ішінде Бағжанның шыққан блогы да өте өтімді болды залға. Сонымен бұл жұпқа қатысты енді оңай шығар. 0-4. Ақпен бірге ұтты деп тұрып кетіп қалсақ. Жоқ, талантау деп бастайды. Мен не ретінде айтайын, бүгін Әділғазы ретінде айтайын. Әділғазы ретінде Ақпен біргеде мен ойымша Бағжан кетеді сахнадан. Содан кейін Мұхтар Шаханов туралы ма, сондай бір не бір кішкентай блок болды. Вот сол ғана артық сияқты болып көрінді да маған. Бір недобитыйлау болып көрінді да. Екі қыз айтып шықты. Бүкіл ойынның ішінен бір сосын Шахан, бір нәрсе, бірақ оның добивкасы нормально. Мұхтар Шаханов абьюзер. Жоқ, бірақ добрый добивкадан да, типа абьюзер, анау. В общем, Диана Қырықбайға арналған сөздер ғой, абьюзер деген білмеймін неге. Реально ғой, абьюзер емес, Мұхтар Шаханов қой. Красавчик. Бірақ Манипулятор Мұқағали. Манипулятор деген тормен бітетіндер жаман негізі. Ондай сөздер жаман реально ғой. Сол блогы бір сәл артық ұсақ көрінді, қалғаны идеальны. Ал Мараттың қарны жарылған күннің өзі де идеальны ішіне кіре ме? Былай болды, бір қызық айтып берейін сізге. Короче, бір күні Дәулет деген досым бар, режиссер, бәріміз рыбаға барғанбыз ғой, рыбалка кеше. Сонымен, ол басқа история екен ғой деп. Былай, өткен жылы бір аты жөнін айтпай қояйын, бұл да әңгіме болып кетіп жүрер, бір редактор жігіт шықты. Шайдарман деген ойын бар екен ғой. Сол жердің редакторы шықты. Мәке деді, короче, осындай ойын. Бір команда сіз туралы бір-екі әзіл шығарғысы кеп тұр дейді. Не әзіл деймін ғой? Әлі шыққан жоқ дейді ол әзіл, әлі шыққан жоқ. Бірақ шығарғысы кеп тұр, соны рұқсат алсақ дейді. Давай дегем ғой мен. Ертесіне ма ойынға келсем, полный сәлемдесу мен туралы ғой көресім. Полный! Басынан сонына дейін мен ғой көресім ше. Сонымен мен айтқам, мынау не деп. Қазір айтыр, Аллаға шүкір бәрі кеп өздерінің ойын айтып кеткен. Бүгін ойын алдында Райхан кеп сол шутканы тексертіп кеткен маған кеп. Енді қыз баласы ғой. Бала болса басқаша жауап беретін да. Қыз баласы оған кейін жындысындар дедім да қойдым. Бала болғанда түсініп тұрсың ғой не деп айтар едім. Так что, білмеймін, өз негіз айтқан кезде күлгем. Залға кіретінде түсіндім. Өткен кіретін жұтқы ғой. Маған арналғанның бәрі кіреді жөт соңғы кездер. Ақ түйеге теңеп тұр ғой сізде енді сонда қуанышты күн. Той деп тұр ғой. Той деп тұр. Жақсылық қой ол. Жақсылық қой ол, иә. Скоро үйленетін шығарсыз мүмкін. Ол да жақсы, иә? Соған әкеп тұр ғой, иә? Ырымдап.
ырымдап біз деген сөзіңізді бөлжейінші мәке, әңгіме сөзді аямай таусылған бөліңізші. сияқты. Тоқтай алмай баратырмын да Иә, соған. сол алып Түйіні кетіңізші. жоқ. осы жұпқа қатысты ой туды ма? Динара Осы жұпқа қатысты и жалпы бүгінгі ойынға қатысты біз деген тек әзілге баға беретінбіз да. Негізі еще технический момент деген бар ғой, технический дайындықтар. Кейбір командалар баяғыда технический дайындықпен алып кетеді, ұтып кетеді. Ішінде де есте алатын шутка болмайды даже. Но технический четкий бәрі, дайындығы отырыс қалып шығатын, реквизитчик сөйлейтін бәрі. Казгу сияқты ма? Иә, ну Примерно деп отырмын. Мен Иә, Казгу Казгу. деген жоқпын. Иә, иә. Казгу сияқты четкий дайындалғандар. технический, если деген мен алдыңғы күнгі ойында ұтылып қалсам, бүгін менде ойын болатын болса, мен бар материалымды тек дайындаламын, тұрып дайындаламын. Сондай качество жетіспеген сияқты. Или әлі үшін жоқ па, мен өзімнің ойым қарап отырмын, шуткалар күшті, бірақ андай бір картина әдемі емес те, картина. Мысалы деген ауылдағы интернет деген бар, Түркістан облысындағы экранға шығарды ғой. Ол обязательно, Максим Рожа мен Геннадий Шипавших деген кісілерде даже есть люди, которые не знают вообще. Фото шығарса, ол более уже дайындықтарды технический моменттан ұтады негізі. Ал біз пока ананың блогы мықты, мына шуткасы мықты деп отырмыз, бәрі күшті негізі, бірақ технический дайындық тағы да бір 2 күн немесе бір 3 сағат тоқтамай дайындалса, онда вообще нюанс болмайды негізі. КС-ке бармай дейсің ғой. Иә, КС-ке бармай. Иә, осы тұста мына Ақпен Біргенің караокенің сөздерін шығарып қойғаны қосыл алсаң қосыл деген әңгіме ғой енді. Текст тұр ғой экранда. Может быть, кейбір, жоқ мен ойым андай, негізі кейбір адамдар слухтан әзілді қағып алмауы мүмкін деген оймен видеосы білән дейді ғой, айтады ғой, бәрінің үшін. Жаңа очек білән деген сияқты. В общем, полный жазды олар ше. Түсініп ал, нейді шутка бар деді ғой. Мен оны түсіндім не үшін жазған. Өткен ана бір қайырмасында тең дегенде бар ғой. Сол жерде ана 2 дегендер шығару үшін бірден халық деп шок болып қалмау үшін алдын ала дайындады ғой олар. Жазып ше. Бәрі қарап отырсын сол кезде тең деген шығып отқан. Бұлар тең ойнап келатыр екен ғой деп. Кем. Ұпайымыз кем. Қыз балдар ғой деп, плюспен айтты ғой деп, плюс қойып жүрді ғой бәрі сіздің. Жоқ. Кішкене не болсын, резонанс болсын. Андай ма, типа ұрысып қалып па? Жоқ, брат, энерго ақшасын әкеп берген жоқ, просто десең. Ойнамайда. Олжас мырза. Жоқ, энергода негізі жақсы бастап еді ғой, видеолармен басында көрсетіп, салыстырып, сосын жаңағы тілге нетіп, негізі былай ғой деген сияқты жақсы басталды. Бірақ содан кейін енді Ақпен Бірген ерекшелігі дайындығы көрініп тұр. Әсіресе бағана Мәкеңде айтып кетті ғой, қолдаулар ерекше екен. Кеше жігіттер айтып жатыр, кеше дейді, Оралдың жігіттері тамақ апарған екен. Сол Ақпен Бірге отырсын, дайындалсын, мороженое алып берейік десе, жоқ, тамағы ауырып қалады деген. Оның қызығын естідім мен жаңа ой біткеннен кейін. Оларға тиімді болды Ақпен Бірген. Оларға Ақпен Бірге ұтса, олар шығады екен ары қарап. Сол. Соған бола екен олар Ақпен Бірге. Соны Сіз не ойладыңыз? Шынайы іңкәрлік. Олар Ақпен Біргеге жанкүйер болып отқан жоқ. Олар өздеріне жанкүйер болып. Соған ойлары жетіп, соны сөйтіп дайындалып, жаңа қолдау көрсетіп отқан өзі бір қызық болды. Находчивость Әрине. Сосын мына бағана айтып кеткен ойға қосылам. Егер де біз Мұқағали сияқты тұлғаларды қалжыңдайтын болсақ, ол өте тонкий нәрсе. Ақыры қалжыңдағаннан кейін ол бір әдемі жоғары деңгейде болу керек деп ойлаймын. Мұхтар Шаханов сияқты, Мұқағали сияқты тұлғаларымызды алып жаңағындай қалжыңға әзілге тығып жатсақ, ол бір лайықты деңгейде болу керек шығар, өйткені ол біз үшін бір нәзік тақырып. Сол үшін ондай әзілдерге жақсы дайындалу керек шығар деп ойлаймын енді өзім. Жоқ, өрді ставка мен ойымша сол сәл современныйлау адамдар отырды ғой, Диана сияқты. Солар ол 150% білді ғой Ақпен Бірге. Марат ол абьюзер деген не ол деп айтады деп ше. Аяқ ұрды ғой оны ше. Соңғы жағын аналарға ұрды ғой көресің. Жоқ, бұл жерде бұл жазушыларды осындай деген пікір айтқан жоқ. Ақпен Бірге командасы қазіргі заманның тенденциясына мына соңғы қарасақ, осыған шаққанып абьюзер болып шыққандай, Мұқағали манипулятор болып шыққандай еді деп. Күлкі жағын айтатын ба? Оған дейін сол моментінде қатты күлген жоқ деп отырдым ба, зал андай. Классно деді. Біте салды да, андай. Оған дейін күліп отырды. Салиқалы кода сияқты. Менде де андай оймен айтып отқан жоқ, мана ұятмен дейді ғой бізде. Ондай оймен емес, бірақ бәрібір де әзіл болғаннан кейін, ол сондай тақырып көтерілгеннен кейін. Жоқ, мен ұятменмін деп қарсы шықсаң. Полный қайтып қарсы шықсаң. Мәди микрофонға сөйле.
микрофонға сөйлесең шығып қалыпсың ғой КВНнен. Микрофонға сөйлейді КВНде. 1, 2, Мәке микрофон түсіреміз. 2. Дауысым естілді. Микрофонға сөйлемеген ғой бұл кісі ойында да. Сол үшін Достар, бізде қонақта залда аралас КВН командасының ойыншысы Ғалым Махамбетов кешегіден кейін әлі уайымдап жүр. Қағаздарын әлі ұстап жүрмін Кеше қолына. талант командасы. Кеше бір команданың күнәсін өзі арқалап кетті мойнына. жалпы Ақпен бірге командасын дайындады. Айта беріңіз. Бақжан Выхты отдельно. Қаржылық сауаттылық деген блогы ұзақтау болды. Еске түсірейік. Жігіттердің қаржылық сауаттылығы. Енді сол бізге өзімізге КВНге жақын адамдардың залдан отырып КВН көреміз ғой. Бізге бір нюанс көрінсе, олардың, значит, саморедактурасы жоқ енді. Оған біз кінәміз жоқ. Біз как она есть, біз солай қабылдадық енді. Жігіттер нағыз болмаса темеше келеміз ана жаққа? Дұрыс сөз тыңдап отырмыз. Сол жігіттер. Өздерің қалайсыздар? Жақсы. Ондай болса. Ондай болса, құрметті достар, соңғы қорытынды пікірлерімізді айтайық. Бүгінгі ойын 6 жұпқа қатысты да. Біреулер шығып жатыр, біреулер бәлі беймәлім. Кім айтты оны? Мен айтайын деп жатыр едім ғой соны. Енді осыны қорытқан кезде айтып жіберіңіз. Менің ойымша Сендер не қылыңдар? Залдан біреуің айтасың, біреуің неяқтан мықты шақырған кезде мықты болсыңдар, жүрегі отырыңдар да беріңдер. Жоқ. Мәтжан, сен сөзімді сразу айтып жүрейінші, қалай не айтқың келіп тұрғанды. Мысалы, сөзім бөлжейін, ренжімеші. Мәке негізі андай ғой, ешкімге тиісіп жатқан жоқ, просто оқушы дайындалды ма, оған 2 қойдың қайшы жоқ деген ғой, хотя бы 3 болады деген сияқты стереотип қой. Ну, дайындалды. Әр ойын әртүрлі енді. Әр ойын әртүрлі. Мысалыға, Энерго дәл сол сәлемдесумен Рудный тап қойыр еді. Дәл сол сәлемдесумен Жуалын да Абыройды тап қойыр еді. Бірақ оларға мықтырақ Ақпен бірге шығып қалды. Сонымен салыстырсыңдар сендер. Мен сол салыстырып тұрмын ғой. Мысалыға да, жоқ мысалыға деймін да. Егер анда бір слабылау командаға шықса, ол мықты сәлемдесу көрсетеді. Мен жаман деп отқан жоқпын. Энерго шығып кетер еді ары қарап. Бірақ Ақпен бірге сәл мықтырақ болып қалды. Сәл емес, әжептәуір мықты болды бүгін. Көрініп тұрды, кроссовка киіп шыққандарынан. Гитарамен шықты ғой басында. Гитара ше. Есін аған нелер жұғады қылықтар адамдарға. Вот фристайл. Әше Есін аған бір емдетіп алуымыз керек, достар. Есін ағанқы дұрыс емес. Есін аға көріп алсаңыз, Сарыағаш шипажайына бір не алып берейін сізге. Сұрақ болса. Туфли туралы талқылап зебраны бір тепкен сияқты ма? Осы алтылықты қорытындылап тастайық, Мәтжан. Мен мананы айтқым келіп отыр әлі. Короче, Энергомен Ақпен бірген айтайыншы бір рет, өтініш. Дәулет сәл жеп көріп отыр сен ана жақта бітірші тез. Жақсы. Энерго негізі бір ұпайға лайықты еді деп ойлаймын, бірақ ол жерде бір-екі ғана нәрсе болды. Оның алдыңғы ойында, мысалға, Нұрсұлтанның ғой деймін берген. Нұрекең Жуалы бір балға лайықты деп берді ғой, дәл солай береді деп ойладым. Бірақ егерде Энергода бір-екі шутка болмағанда, яғни мимо кеткен әзілдер болды, соларды алып тастағанда мүмкін хотя бы бір бал берер еді деп ойлаймын. Ал Ақпен біргенің дайындығы өте керемет. Шығуы, ән айтуы. Мынандай да, бұл жерде мынандай болды. Рудныйды айтып жатсың сен. Рудныйға бір бал беріп жібердік деп жатсың ғой, иә? Просто бір бал беріп жібердік деп мен дауыс бердім, менен кейін ағамыз берді, Диана берді, одан кейін Нұрсұлтан шешті. Бұл жерде просто керісінше келді. Бұл жерде керісінше келді. Ақпен бірге кімге дауыс бересің? Нұрсұлтан деді. Нұрсұлтаннан бірден сұрады. Нұрсұлтан бірден тұрып, ана жерде бірінші дауыс ода да. Энерго десе, біреу сковородкамен ұратын еді оны, отвечаю. Ол Ақпен бірге деді. Одан кейін Диана Ақпен бірге деді. Сосын Жәкең айтты, Ақпен бірге деді. Бұл жерде шешім мен деді. Бір ұпай беру, бермеу. А мен жестокий адаммын. Мен ойым Ақпен бірге ұтты, болды. По факту ма? По факту. Ұнамай ма? Еді, меді, не надо. Бол тарих ол уже. Өтіп кетті, бол жігіттер. Жақсы. Сіздің ойыңыз сөзік, сіздікіңіз қортасыз ба? Қортқанда, тамақ жесем қортам арасында. Жақсы. Олжас мырза, осы алтық.
Мына жалпы ойын керемет болды. Ең бастысы қазіргі кезде әр команда қимайтындай жағдайға жеттік қой. Білуімше осы келесі ойыннан кейін кейбір команданы көрмей қалуымыз мүмкін. Сол үшін ол бір өкінішті жағдай шығар. Неге өйткені әрқайсысын қимайсың. Бірақ бұл жерде айтып кеткім келетіні қазылар алқасына да рахмет айтамыз көрермен ретінде. Неге өйткені орталарындағы связканы, әзілді, импровизацияны көріп, олда да бір ол да эфирдің ұзақтығы ғой. Иә, сол үшін сіздерге рахмет. Диана ханым екеуіңіз күшті бір орталарыңызда жақсы бір әзілдермен алмасып жаттыңыздар. Сол үшін олда да бір сәнін келтірді деп ойлаймын. Мәди мырза? Бәрі күшті, бәрі жақсы, әзілдер жақсы, өсіп келе жатыр, бәрі күшті. Технический дайындық болса, артық етпейді болды. Басқа ештеңе жоқ. Техничный шетте тұр дайындалу керек болса. Технический дайындық деген. Технический дайындық деген. Сіз Данигер мырза бүгін формада дейсіңіз, өзіңіз де формада екенсіз. Мен всегда формада боламын ғой. Сіз неге талқыға келмедіңіз? Неге сырттан сөйлеп отырсыз? Түрі, ағың орын бер десең, сонда қайт басынан бассақ. Не жоқ, Қызғанып отыр. Негіз бар ғой. Бір нәрсе айтып кете салайыншы. Иә. Кішкентай эфирде қалама, қалмаймын білмеймін. Короче, ойын бітіп жатыр ғой. Мен 3 күнде жюриде отырдым. 3 күнде ойын біткені кейін. Бір команда келген жоқ, ойын біткені кейін. До бәрі келіп амандасады. Бірақ команда келді кеше. Индер. Хотя ол команда ұшып кеткен уже. Шансы болды ғой соңғы ойынға. Жоқ, ұшып кеткен деді. Маған солай айтты. Мен білмеймін. Ұйымдастырушылар айтты, олар ұшып кетті деді. Жоқ, ойыннан кейін. Ойыннан кейін келді. Аға, ойынға сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Біз білмейміз дейді, біз сахнаның артындамыз дейді. Сіздер төрешсіздер. Сіздер солай шешсеңіздер, значит солай болу керек болған. Ұтылдық па? Болды, мойындаймыз, ұтылдық. Ұттық па? Ұттық. Егер ұшып кетсек, ендігі жылға дейін аға деп андай да, келмейміз, құрып кетіңдер емес та. Ендігі жылға дейін ұтсақ, күзде Алла қалас кездесеміз деп андай. Олар деген андай тәрбие бар да. Олар деген КТАның технический дайындығынан өткен балдар ғой. Жоқ, бұл Ну ладно, жоқ, мен ол жалпы айтып отқаным. Жоқ. Тәрбие бар да. Бәрі сондай болу керек. Мен нан айтамын, бүкіл көбеншіктерге айтып жатырмын да. Бүйтеді, сен 1 балл бергенде дейді. Біз 1-4-ке шығып кетерек дейді да. Атаңа нәлет деймін да, анаған ше. Көктемде не істедің деймін да. Жинап келсей сол балдың бәрін деймін да, атаңа нәлет. 10 балмен келді мен алдыма. Марат Досаевтың балы маған не надо деді, оны бер. Ғалым Махамбеттің 1 балын алды, 11 балмен өтіп кетті ары қарап. Жоқ, сен кінәлісің да, оның анаяқта 6 или 7 балмен келгеніне ше, 4 ойын ойнайды, 6 ұпаймен кеп, бүйтіп қарап тұрады таңдай көзбен. Сен маған дауыс бермесең, мен сенің кесірінен ұшып барадым деген қыз. Ол да дұрыс емес қой. Сіз айттыңыз ғой, ондай командалар жоқ, бәрі ризашылығын айтып кетіп жатыр. Жоқ, бәрі ризашылығын айтып кетіп жатыр деген сөзді айтқан жоқпын мен. Индер Мен команда. айттым, Индер ғана келді дедім. А вот назар аудар десең, ойнап айтамын. Жақсы, Жайдарман адалдық мекені және ұрпақтар сабақтастығының мекені. Құрметті көрермендер, келесі талқыда жүздескенше алғысымызды білдіреміз.